Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, өте қатпарлы болып шығатын және ең басты дайындалу жолы өте қарапайым және де маргаринді, сары майды мүлдем қажет етпейтін самсаның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойдағыдай шығатынына 100% сенімдімін. Себебі неше жылдық тәжірибеден өткен анашымның үйреткен рецептісі. Олай болса, ең әуелі қамырымызды дайындап аламыз. Әуелі бөлме температурасында тұрған суымызды таза ыдысымызға құйып, татымына қарай тұз саламыз. Және қажетінше ұн салып, өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды қатты етіп қоймаңыздар, себебі жұмсақ қамырымызда біздің самсамыздың піскен кезде қатпарлы, өте әдемі болып шығуына көмектеседі. Қамырды әбден ең қандырып илеңіздер. Сол кезде жайғанда да өте әдемі бір тегіс болып жайылатын болады. Осылай қамырымызды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа демалдырып қоямыз да, әрі қарай қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз менде осындай үлкен бір қамыр шықты. Алайда оқтауы кішкентай болғандықтан мен екіге бөлдім көз мөлшермен. Егер оқтауыңыз үлкен болатын болса, қамырды екіге бөлмейде жая берсеңіз болады. Осылай кішкентай екі зуала қамыр шықты. Қамырды қайта илеп, енді жаятын боламыз. Әуелі осылай қолымызбен басып, жаюға дайындаймыз. Қамыр жаю мүлдем қиын емес, қыздар. Оқтауды екі шетінен қатты баспай жаятын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан да оны себеп отырып жұмыс жасаңыздар. Және де қамырды өте жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс. Себебі ол да біздің самсамыздың қатпарлы, өте әдемі, хрустящий дейміз ғой. Дәл сондай хрустящий болып шығуына көмектеседі. Осылай қамырымызды толық жайып болғаннан кейін, бірінші қамырымызды арасына ұнды осылай көп сеуіп, бір шетке жинап қоямыз. Осылай қамырымызды бір шетке жинап қоямыз да, екінші қамырымызды да дәл осылай бірінші қамыр сияқты етіп жаятын боламыз. Біздің дайындап жатқан самсамыздың басқа самсалардан басты ерекшелігі осы, қыздар. Қазір біз сары май немесе маргарин қолданбаймыз, кәдімгі қарапайым ғана тоң майды жағатын боламыз. Тоң май ол қойдың құйрық майы немесе іш майы болсын, алдын ала ерітіп, сол майға кішкене ғана сұйық май қосып, осылай жағатын боламыз. Маргаринді күнделік өмірде, күнделікті тұрмыста өте көп қолдануға болмайды. Мүмкін білетін де боларсыздар. Маргаринде холестерин өте жоғары, сондықтан да ол денсаулыққа зиян. Осылай қарапайым ғана тоң майдың өзі әрі өте пайдалы, әрі өте дәмді. Осылай тағамдарды дайындауға да болады. Осылай қамырымыздың арасын қысып, мүлдем ауа қалдырмай орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін де осылай айналдырып шығыңыздар. Сол кезде ішіндегі арасындағы қалып қойған артық ауаларда шығатын болады. Осылай қамырды орап, тоңазытқышқа салатын боламыз. Маған жарты сағаттың өзі жеткілікті болды. Жарты сағаттың өзінде өте әдемі қатпарлы самса шықты. Дайын болған қамырымызды бірдей көлемде бөліп аламыз. Мен көз мөлшермен бөлдім. Қаласаңыздар таразымен өлшесеңіздер де болады. Көз мөлшермен өлшегенде менде 23 дана самса шықты. Осылай барлығын үстінен басып, дөңгелектеп жаюға дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте ерекше, өте керемет болып шығады. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына өте сенімдімін. Себебі жаңа баста айтып кеткендей, бұл рецепті маған анам үйреткен. Сондықтан да өте керемет бір жасағаннан шығатынына 100% сенімдімін. Осылай қамырымызды өте қалың да етпейміз, өте жұқа да етпейміз. Орташа көлемде бір
біркелкі етіп жаямыз. Қамырымызды ұзартқышқа салып, қамыр дайын болғанша тартылған етпен пиязды араластырып, татымына қарай тұзын, бұрышын қосып, осылай салмасын дайындап алдым. Самсаның барлығын біркелкі етіп, әп-әдемі етіп түйеміз де табаларға орналастырамыз. Және алдын ала қызып тұрған пеште 200-230 градус пешімізде 10-15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Және түйілген қамырларымызды самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша сөйлесеңіздер болады. Менде қара күнжіт, сіздер қаласаңыздар сары күнжіт немесе мак қосып, егер қаласаңыздар мүлдем ештеңе қоспайда пісіре берсеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді, өте керемет болып пісетін самсамыз дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.